Мынау ауыл Маңғыстаудың төрі екен. Қонған жері мұнайлының өрі екен. Келген бетте кең пейілін жайып сап, қонақтарды қарсап жатыр дәулетін. Мыңғырады төрт түлік мал сай-сала, мәуелі бақ, әсем күйлер қаншама. Дауылпаз күй күмбірлесе күн бойы, салқын самал уілдейді ән сала. Жылы құрылған Маңғыстау облысының алдында тұрған міндеттерінің бастысы түбектегі ауыл шаруашылығын сумен қамтамасыз ету болатын. Оның ішінде жайылымдарды суармалы және елді мекендерді ауыз сумен қамтамасыз ету бірінші кезекте тұрды. Алғашқы мекеме құрылған 1973 жылдан бастап-ақ түтікті құдықтар қазырудан басқа да құрылыс жұмыстары қарқынды дами бастады. 1973 жылдың басында Маңғыстау станциясына темір жолмен келіп түскен 2 вагон үйдің материалдары шығыс жағындағы бос жатқан далаға тасып орналастырыла бастады. Бұл аймақ жаңадан ұйымдасып жатқан кәсіпорындардың кеңселік материалдарына айналды. Содан бастап кәсіпорындар орналасқан аймақ елді мекенге айналып, кейін Водник ауылы деп аталды. 1973 жылы желтоқсан айында 60 орындық осындай үлгідегі жатақхана пайдалануға берілді. Осы жатақхана кейіннен аурухана қызметінде атқарды. Ауылға мектептің қажеттілігін түсінген ұстаз Шәрелхан Әленұлы тиісті орындарға бар. Бұл мәселені көтеріп 1988 жылы мектеп ашты. Мектеп нөмір 19 орта мектеп болды. Водник ауылының құрылуына үлес қосқандар Салманов Фазылбек, Керелбаева Айдан, Шықанбаев Қабдіреш, Бекібай Қожабай, Нұрбаев Дүйсен және де Балмұханов Найзабек. Маңғыстау облыстық мәслихатының 2007 жылғы шешімі негізінде Дәулет ауылдық округі құрылды. Ауылдық округтен аудан орталығына дейінгі қашықтық 4,5 шақырымды құраса, облыс орталығынан Ақтау қаласына дейін 19 шақырымды құрайды. Ауылдық округтың жалпы көлемі 3374,1 гектарды құрап отыр. Дәулет ауылы құрылған жылдары халық саны 3450 адам болса, қазіргі таңда 11430 халық тұрады. Оның ішінде 7763 немесе 79,6% экономикалық белсенділер қатарына жатады. Оқушылар саны 1840, зейнеткерлер саны 237 адам. Қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі адамдар саны 125 адамды құрап отыр. Мұнайлы Маңғыстау облысының батысында орналасқан аймақ. Жалпы аудан аумағының көлемі 492,189 гектар. Жері тастақ, төңірегі тегіс, жазық дала. Ауданның климатын теріс температурасымен есептеген кезде қуаң континенттік, жазы аптап ыстық, қысы суық. Қыстық күндері қаңтардың орташа температурасы -4 градусы құраса, жаздық күндері шілденің орташа температурасы +24 градустан +38 градус аралығында. Дәулет ауылының тұрғындарына 2008 жылы алғашқы медициналық көмек көрсету орталығының құрылысы жүргізіліп, 2009 жылы халық игілігіне пайдалануға берілді. Қазіргі таңда дәрігерлік амбулатория орталығында барлығы 39 қызметкер. Оның ішінде 5 жоғарғы білімді дәрігер, 30 медбике, 3 кіші медбике, 1 шаруа медбике қызметкерлері жұмыс жасайды. Денсаулық сақтау саласы қызметкерлері тарапынан халықтың арасында салауатты өмір сүру туралы екі қабат әйелдердің 12 апталық кезеңінен бастап медициналық бақылауда болуы, екпелерді дер кезінде қабылдау шаралары тұрақты жүргізіліп жатыр.
2010 жылы 960 орындық нөмірі 4 жалпы білім беру мектебі іске қосылды. Жаңадан ашылған мектепте 450 орындық акт зал, 1 медициналық кабинеті, 1 спорт зал, 5 бөлмеден тұратын кітапхана, 240 орындық асхана және де модификациялық кабинеттер бар. Мектепте қазіргі таңда ауылым алтын бесігім атты мұражай жұмыс жасайды. Және де 3-ші қабатында қазақтың ұлттық дәстүрін дәріптейтін ағаш үй орнатылған. Қазіргі таңда білім беретін мұғалімдер саны 187. Мектепте 2 ауысыммен 1695 бала оқиды. Бір 1988 жылы Дәулет елді мекенінде алғаш мектеп ашқан Шерліхан Әлиенұлының 2019 жылы мектебімізде тақтасы орнатылды. Тақтаның қойылу салтанатты шарасына мектебіміздің ардагер ұстаздары, ауыл тұрғындары және де Шерліхан Әлиенұлының шәкірті, халық әртісі Тамара Асар қатысты. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Мен нөмірі 4 жалпы білім беру орта мектебінің оқушысы Пернепесова Оксанамын. Беков Нұрберді Әндірұлы, сізге қояр бірер сұрағыма жауап берсеңіз. Болашақта Дәулет ауылының өркендеуіне қандай жоспарларыңыз бар? Дәулет ауылдық округіне келетін болсақ, Дәулет ауылдық округі 2007 жыл Маңғыстау облысы әкімінің және мәслихат депутаттарының шешімі негізінде Қызылтөбе ауылдық округінен бөлек шығып, өз алдына құрылған ауылдық округ. Қазіргі таңда біздің Дәулет ауылдық округінде 11413 адам тұрады. Бір 960 орындық мектебіміз, бір мемлекеттік балабақша және 2 жекеменшік балабақша және арнайы ақыл есі түзу емес балаларға арналған мектебіміз бар, 3-ші арнайы мектеп. Сонымен қоса бастапқы медициналық көмек көрсету орталығымыз бар. Алдағы даму перспективамыз қазіргі таңда Дәулет ауылында көптеген жобаларымыз бар. Маңғыстау облыстық азаматтық альянспен ұйымымен бірлесе отырып жасалған 3 жылға даму жоспарымыз бар. Ол жерде жеке көрсетілген кәсіпкерлік саласы және ауыл шаруашылығы саласы барлық салаларды біз жіктеп көрсеттік. Сонымен қоса мәдениет ошағы бой көтереді біздің ауылдардан. Және спорт саласы, елбасы президентіміз айтқандай, бұқаралық спорт дамыту мақсатында қазіргі таңда біз бұқаралық спорттарды Дәулет ауылдық округінде барлығын іске асырып жатырық. Өзіңіз куәсіз, өткен жылы бір ашық спорт алаңы салынды, осы жылда спорт алаңдарын саламыз абаттандыру есебінен. Сондай-ақ тағы да барлық елді мекеннің өзіне келетін болсақ, қазіргі таңда 100% газбен, тоқпен қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда қатқыл табанды асфальт жол керек, оған да жобаларымыз жасақталып жатыр. Алдағы уақытта оның барлығы жоба жасақталып қаржыландырылғаннан кейін аталған асфальтымыз да, жаңағы айтқанда мәдениет ошағымыз да барлығы да бой көтеретін болады. Негізі перспектива, даму жоспарымыз бар. Жоқ емес, көп. Болашақта осы жоспарлардың жүзеге асатындығына және Дәулет ауылының көркейетіндігіне кәміл сенімдіміз. Құрметті Нұрберді Әндірұлы, бүгінгі берген сұхбатыңыз үшін рахмет. Рахмет. Дәулет ауылдық округінің экономикасы, мал шаруашылығы, қызмет көрсету, жартылай дайын өнім шығару салаларын қамтиды. Мал шаруашылығы Дәулет ауылдық экономикасында ауыл шаруашылығы, мал, құс және бау-бақша өнімдерін өсірумен сипатталады. Ауыл шаруашылығында 29, шаруа қожалығы 150-ге жуық қосалқы шаруашылық бар. Шаруа қожалықтары мал етін және сүт өнімдерін жеке өздері шығарып өткізеді. Ауылымызда ветеринариялық қызмет көрсету пункті жұмыс жасап тұр. Егін шаруашылығы егістік саласында Таутекин Аманжол шаруа қожалығында 9 гектарға жуық өнім егілді. Болашақта 30-40-қа жеткізу жоспарлануда. Ауылдық округ көлемінде 180 орта және шағын кәсіпкер ретінде тіркелген. Жұмыс жасап тұрған 30 сауда дүкендері, 1 көлік жуу орталығы, 1 газ құю бекеті, 3 дәріхана және 2 жекеменшік балабақша орналасқан. Сонымен қатар ауылымызда Шұғыла компаниясының кеңсесі мен қоймасы, Экосу тазарту, мұнай қалдықтарын өңдейтін шағын зауыты, Альянс ЛТТ жауапкершілігі шектеулі серіктестік базасының цехы, Эмир Ойл компаниялары орналасқан. Сондай-ақ ауылымызда мешіт құрылысы бой көтерді. Ауылымыздағы мешіт жеке кәсіпкер қолдауымен және халықтың асарлатуымен салынып жатыр. Сонымен қоса 2020 жылы балалар алаңқайы құрылды. Жастар саябағына аллея орнатылды. Сіздермен бірге болған Мұнайлы ауданы Дәулет ауылындағы нөмір 4 жалпы білім беру мектебінің 10-шы сынып оқушысы Пернепесова Оксана Қожахметқызы.
Armut jolda